Барлығыңызға сәлем. Бүгін 20 маусым 2025 жыл. Ауа райы керемет. 2 күн тоқтаусыз жаңбыр жауып, ауа жаңарып, шаң басып жақсы болып қалды. Мынау міне біздің сақа сиыр 8 бұзаулаған, қателеспесем 9 бекен бұзаулаған сиыр осы күнге шейін сауып келді. Одан кейін бұзаумен қоса жібердік. Сәл бұзау жақсарсын деп. Енді мына бұзау кетпейді. Себебі мына бұзаулардың қасында әбден үйреніп қалғаннан кейін енесі басқа жақта, өзі осында келіп жатады, осында келіп түнейді. Мына бұзаулардың қасында әбден иісі сіңіп боға араласып қалған деп айтады. Ол жаңағыдай. Сондай болғаннан кейін ұмытылмай жүр. Қызық нәрсе. Мына бұзауларда үйренген, мөңіреп іздейді кәдімгідей. Мына сиырды сақарды біраз болды. Біраз еңбегі сіңді. Жақсы сүт береді. Ондай қатты сүтті сиырды емес былай. Болады енді. Мына бұзаулар енді бұлар енелерін сауып жүрік. Ауа райы керемет, тамаша. Ка. Мынау біздің тазымыз Арлан. Еркек тазы. Бір ойланатын жайт осы тазының сыңары бар еді, ұялас. Ұрғаш тазы. 4-5 күн болды енді. Жоқ, білмеймін қайда кеткен, із-түзсіз жоқ. Енді адамға жаман ой келеді ғой. Ұрлап кетті деген. Өзінің түр әлпеті, дене бітімі керемет еді негізі. Мына еркек Арлан ондай емес оған қарағанда. Енді 4-5 күн болды жоқ болғанына. Жақсы ойда боламыз енді. Бірақ ауырып та жүрген жоқ, ондай кәрі де емес, жас әлі. Осының сыңары жоқ. Қайда кеткен, көз үйреніп қалғаннан кейін, талай қоянды осы бірге аулағаннан кейін ойлайды екенсің енді. Хайыр, иншалла. Өліп та қалуы мүмкін ғой далада. Жалпы осы ауылдың жаңалығы, ауыл әлемінің жаңалығы.